өз ұлтыңа деген перзенттік парызың болсын, босқа қанға деген өзің тамырыңды ағып жатқан қаныңа деген жауапкершілігің болсын, еліңе деген ерекше махаббатың болсын. Осының бәрінің өлшемі өнерді қадірлеумен келеді, халқыңды сүю арқылы келеді. Өнерді сүйсең, халқыңды сүйгенің, ұлтыңды сүйгенің. Ол өнер деген сол халықтың мұңы, сол халықтың ой арманы, сол халықтың қан ағысы, сол халықтың ой талғамы, өресі, мәдениеті, жүрек қағысы. Оны қадірлемегесін онда сол ұлттың өкілімін деп айту әрине пендешілік. Сонымен ауылда кездесу болатын болды. Қаладан бір жақсы семіз қой әкелді, қазығарды әкелдім жаңағы. Енді абайдың бәрі кетіп осы үйде жалғыз өзім қалдым ғой, қазақ ошаққа қарап. Ай, мынаған айттым, мен барып көрмеймін бе? Мен барып көрмеймін бе сенің концертіңді десем айтады ғой. Кім? Айсары дейтін. Айсары, мен саған жалғыз өзімге қойып беремін. Ауқатты дұрыстай бер дейтін жаңағы. Енді ауданның жарты адамы келді ғой осы жерге кездесуге. Главврачы бар, милиционерісі бар, анауысы бар, мынауысы бар еді. Ана үй толды. Бір қойдың етінен қуырдық, ет астық жаңағы. Енді кішігірім той болды енді үйде енді. Сөйткен қайным ғой бұл менің. Темір жолда 30 жыл істедік. Күйеуім де, мен де, семьямызбен темір жолшы болдық біз. Мойын шу деп басталды ғой жаңадан. 30-дан жаңадан басталғанда біз істедік. Бармаған жеріміз жоқ. Сарбұлақ, Қияқты, Қантау, Берлек толып жатыр. Түнде бастықтар келе жатыр дегенде түнде темір жолды қасқырлар ұлып жатады балам. Қасқыр. Сонда да отырамыз, бастықтар келе жатқанда соны күтіп отырамыз. Солардың пойызы кетті, соны күні бар. Әбетте жүгіріп келем ғой. Жолдан баламды емізу үшін. Келем, ана кісілерге шай берем, сон баламды еміздем, сөйтіп қайтадан жүгірем ғой. Жұмысқа. Бұл таяқ деп тарта бересің да. Ойнайды ғой бала. Сон бір магазинге кірдік. Магазинге кірсем, домбыра бар екен. Алдым оны. Алдым да бердім. Кішкене өзім тартып едім. Сон қайынсіңлім екеуі отырады үйренеді да. Сон мен үйретем оған. Басыңа домбыраны қой, или нан қой. Сөйтіп домбыраға үйреніп кетті. Ана атам, енем сұрайды екен ғой. Үлкейгенде не боласың сен десе, артист болам дейді. Жаратқан ием, сен бізді өз бейнең мен болмысыңның үлгісімен жаратып, ұрық шашып, ұрпақ көбейтуімізге бәкиғанды бердің. Тәубемізден танып кетпеуді ғана ескертіп, бізге жерге иелік етіп, тірі жан жануарларға билік жүргізуге де ерік берген өзің. Құдіретіңе құлдық ұрдық жасаған. Сахнаға алғаш шығарған кезде басым айналып, көзім торауытып, құлап қала жаздағаным есімде. Өйткені мынау 800-дей адам отыратын көрермен залы сахнаға шыққан актерді жұты жіберетін аждақадай әсер етеді. Оны шыдап тұру, оған үлкен пәтік керек. Ол кезде менде білім де жоқ, тек қана өнерге ұмтылыс қана бар, қызығушылық қана бар. Ал енді өнерге ұмтылу, қызығушылық ол әлі өнерпаздық емес. Менің өнерге көзқарасымның қалыптасуы сол Асқар Тоқпановтың репетицияларынан басталды. Репетициялар ұзағынан ұзақ 4, 5, 6 сағатқа созылып кететін кездер бол. Сонда бір өзі ғана сөйлеп тұратын. Бір өзі ғана бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысып, кең бір әлемге, ерекше бір дүниеге еніп кеткенді байқамай қалатынсың. Воспитанные на высоких образцах русского, советского и мирового сценического искусства. Они бережно хранят и развивают лучшие традиции основоположников казахского драматического театра, создавая спектакли о нашем времени. Бұл қара шаңырақ бүкіл саналы ғұмырымдағы адам болу, тұлға болу, өмірді тану, өнерді тану, оны философиялық тұрғыдан зерделеу жағынан келгенде ең ұлы мектебім. Өнерге баулыған ұстазым Қайшы Бүкееваның
өнердегі адалдық пен тазалықты үйреткен дәрістерінен кейінгі қағбам әрі құттықанам осы қара шаңырақ. взаимное проникновение. Ішіндегі адамдары менен, жаңағы тұлғалары менен, арзаны мен, қымбаты менен, пендешілігі менен, және қасиеттілігі менен, бәрі менен мектеп. Бәрі жағынан менің ұлы мектебім. Сол замандарда осы Абылайхан жайлы, Төле би жайлы, Досмамбет жырау жайлы, Шал ақын жайлы, болмаса сол Махамбет жайлы тіпті пьесалар жазылмады. Идеологияға иіп әкеліп, солардың сөзін сөйлете алмады ғой драматургтар. Ел-желден келе жатқан Ақпатшаның сол кезінде жасырын шығарылған небір указдары болды ғой енді. Қазақтар тікелей бәрін орыстандыру, ұлт ретінде ақырын жою, эстетикалық ұлттық философияны, ұлттық эстетиканы, дәстүр салтты, тағы да басқа нәрселер халықтың ағзасына, табиғатына әсер ететін нәрселер жоспарлы түрде жүріп отырғаны хақ. Міне сол жоспарды біздің өнеріміз, қазақ өнері, қазақ совет өнері орындады. Енді сара сөздің шебері Ғабең Аханды жазғанда бұл түсте орыс идеологиясына қалай қызмет жасады деп ойлайсыз. Бұл пьесаның негізі өзегі дін менен ақындықты екеуі біріне бір қарсы қойды. Дін менен көркемөнер қарсы қойды. Дінге қарсы шығып, Науан Хазіретпен айқасады. Өмірде Науан Хазірет болған, ол кісі өте ғұлама кісі болған. Еліне, айналасына керемет қызмет еткен кісі болған. Рас, ол кісі діни адам болған. Енді дін мен діл жоғалса, онда тін жоғалады. Онда ұлттық негіз жоғалады. Тамырға жақсылап тұрып балта шабылды деген осы. Шабылғанда тамырды кесіп түсетін балта. Сол идеологиялық ұранды орындай отырып, Ғабең де осы Әуезов театрда өмір сахнасына ақан серіні шығарды. Ұрпаққа, халыққа, көрерменге ақан сері мен Ақтоқтының махаббатын шығарды. Ұлттық салт дәстүрді шығарды. Ұлттық сөз сөйлеу мәнерін шығарды. Қара өлеңмен кестелеп сөйлеуді шығарды. Оны естіген көрермен залда отырған құлағы тұшынып рахат шекті. Ақанның мына сөздері керемет қой. Ақтоқты бір мөлдір бұлақ, құяр жері кең дария, ақтөсінде құстар шулап, ақеркедей ән төресін салғанда деген сөздер естілгенде сахнадан селқос отырған көрермен болмауы мүмкін. Бұл қазақ тіл өнерінің ең шыңырау шегі, соны сахнадан көрсете білді. Меніңше театр, біздің әсіресе Әуезов театры, басқа театрлардан театр өнері қанша дегенмен сол идеологияның құралы, балғасы бола тұра, өзінің ең негізгі, өзекті, көкейкесті мақсатында орындауға тырысты ғой деп ойлаймын. Қазақ киносының алғаш рет осы бай мырзаларды ойнаудың басқа жолын бастадым ғой деп ойлаймын. Өйткені мен оны жағымсыз ойнадым. Түп тұғияна арашылап шықтым Тәңірбергенді. Тәңірберген үшін айқастым, оның азаматтығы үшін, оның махаббаты үшін. Жалпы оның ел ағасы ретіндегі, елі келіп атқан нәубетке деген көзқарасын ұлт ретінде, ұлттың ортан қолды азаматы ретінде қалай қабылдағанының мысалы ретінде көрсеткім келді, көрсетуге тырыстым. Мен Тәңірбергенді кітапты оқығанда да, кейін сценарийді оқығанда да, ол Тәңірбергенді автордың ерекше бір басқаша махаббатпен жазылғанын сездім. Тәңірберген арқылы ол кісі қазақтың әдепті эстетикалық салтыменен түп негізіндегі ағзасындағы бір тазалық пен білімдарлықты осы Тәңірбергеннің бойына сіңіргенін байқадым. Тап жау ретінде жазып отырса да, астарында үлкен ұлтқа деген, ұлттың негізіне деген махаббат жатқанын сезіндім. Солай деп қабылдадым. Және солай ойнауға тырыстым. Останови! Что эти безумцы творят в нашем ауле? Неужели ты не в силах прекратить это? Слушай, что тебе говорят. Қанмендерден кейін барып,
менің өзі суреткерлік сарайым ашыла бастады. Бірінен кейін бір режиссерлар рөлдерге шақыра бастады. 83 жылдары жылына 3-4 фильмге түскен кездерім де болды. Енді оның бәрін осы сұмдық ортан қолдай деп айта алмаймын. Бірақ әрқайсысы өзім жаныма ыстық. Біреуінде көкейкесті мақсатымды орындай алдым, біреуінде орындай алмадым. Кейбір фильмдерім монтажшы қыздардың қайшысының арасында кейбір жақсы эпизодтарым кетіп қалған болу керек. Кино өзі кішкене техникалық өнерге жақындау ғой. Кейде актердің еркі режиссердің қолында болып қалады. Атеге жауға қарсы бас қосып, ақтық айқасқа шыққалы тұрмыз. Бауырларымыздың нақақ төгілген қаны үшін, жесірлер мен жетімдердің көз жасы үшін, қасық қанымыз қалғанша күресіп, опасыз қас дұшпаннан кек аламыз. Туған жердің қасиетті топырағын жау табанына таптатып қоя алмаймыз. Сол желтоқсанның 19 күні осы сахнада Қаракөзді ойнадым. Сырымды ойнайын. Басымдағы жарамды гримге жағып қойып, енді ағымдағы репертуар ойнауға тура келді, ойнадым. Бөлек ойнадым, басқаша ойнадым. Ол менің ойнаған рөлімдегі сөздерімнің үнінде мұң көп болды ма, ой көп болды ма, көз жасы көп болды ма, қазір ажырата алмаспын. Бірақ Қаракөзім деп жоқтайтын бір монологым бар еді соңында, махаббатымды. Сол сөзімді айта алмай, осы кеудемнен лықсып, өксік кеп толып, мына тамағыма қайта-қайта жұтынып сөйлей алмадым. Өйткені Қаракөз деген ұғым менің махаббатымның қыздың ғана аты ғана емес, ол тұста сол Қаракөз деген сөз қазағым деген сөзбен айырбасталып кетті мен үшін. Махаббат жайында болған спектакль қазақ халқының Қаракөздің тағдыры, табиғаты, трагедиясы жайында болып кеткендей болды. Соңында жаңағы айтатын сөзі бар. Кепілім бол кереметтей қуанышым, қару ұстап аттанамын жауыңа деген сөзін бітетін. Соны ерекше, өзгеше айтты. Одан кейін де рөл ойнаудың, болмаса өмірде жүрудің, кездесу өткізудің, ортадан сөз сөйлеудің, болмаса әңгімелесудің тақырыптары өзгеше болып, өзге өлшемге өтіп кеткенімізді байқамай да қалдық, байқап та жүрген кезіміз көп болды. Әрине театр жаңарып отыру керек. Театр деген тірі организм, бұл музей емес қой. Заман өзгерген сайын эстетикалық талғам өзгереді. Сол эстетикалық талғамға сай спектакльдер сахнадан көріну керек. Сонан соң дүние жүзінде қандай өзгерістер болып жатыр театр өнерінде, дүниежүзілік театр өнерінде. Оның бәрінен шет қалып, тек өзіміз оқшау ғана, өзіміздің қазанда өзіміз ғана қайнауға, ол дұрыс жол болмас еді. Театрдың спектакльдерді қоюда, режиссерлік шешімдерді жүзеге асыруда, актерлік шеберліктің жетерлі жолдарын іздеуде, өзге формада, өзге өлшемге өтіп кеткендер өте көп. Актерлік бұл меніңше ойшылдық. Бұл ұлтжандылық. Ұлтжандылық болғанда тек саяси ұғымдағы емес, перзент ретінде, тамырында қазақы қан ағып атқан азамат ретінде ұлтжандылық. Сол ұлтжандылықтан да ұлттың өнерінің биік болғанын сондай актер ғана қалайды. Сол үшін де көбіне көп мен өзім қойған спектакльдердің біразында өзгеше режиссерлік әдіс іздеуге тырыстым. Өзім театрға басшы болып келген 8 жылдың ішінде басқаша ойлайтын, өзгеше шешім қабылдаудан қорықпайтын режиссерларға қойылым беру құқын бердім. Олар өздері таңдап, өздері спектакльдер қойды. Сөйтіп бұл театрда ерекше бір эстетикалық талғам өре пайда бола бастады. Өзім толғап жүрген кейбір тарихи уақиғалар осы театрда қойылу керек болып елестейді маған. Абылай хан болса, әуезов театры қойылу керек. Бірінші сол қою керек. Айтылмай қалған қазақтың ақтаңдақтары жайында. Шахимардан Томирис пьесасын алып келдім. Оқып шықтым да, біраз жерін өзгертіңкіреп кішкене екеуміз ақылдасып, бір айдай жұмыс істедік те, сахнаға өзімнің қойғым келді. Сол заманға ел сүңгігім келді. Біздің эрамызға дейінгі 5-ші ғасыр ғой. Соған қызықтым мен. Түс көрдім, қалай қою керек. Мынау
есік қорғаннан табылған алтын адам, менің ойымша сол жаңағы Томирис ханшайымның баласы Спаргапис алданып өлген, алтынға бөлеп көмген ғой. Сол деп ойладым, түсіме кірді. Сол есік қорғанына бара жатқандағы сол кездегі заман жаңағы жерлеу дәстүрі. Шұбырып жатқан халық. Әлгі тақырыпқа ғашық болдым да қойдым деп. Кейбір сахналары көз алдыма елестеді. Әрине, жаңашылдықты да енгізгім келді. Онымен қоймай, осы театрдың дәстүрлі ойын тәсілін, дәстүрлі режиссурасынан да арылғым келген жоқ. Мен арадағы көпірсінді болдым. Біздің театр академиялық театр. Өзінің үлкен тарихы бар. Өзінің үлкен үрдісі бар. Тәрмен тәрбиесі бар. Менталитеті бар, тірі организм ретінде. Жүріп қалған жолы бар. Әдістері бар. Одан ауытқу өте қиын, ауырлау. Көнбейтін тұстар өте көп болады. Көндірмейтін, етектен тартатын тұстар көп болады. Олай емес, бұлай дейтін аға актерларымыз бар. Олай ойламау керек, бұлай ойлау керек дейтін ойшылдарымыз бар. Олай қоймау керек, бұлай қою керек дейтін қоюшыларымыз бар. Сол баяғы Қожаның таяғынан аңсайтын да талғамдар бар. Ой, шіркін-ай, баяғы ел ағаң, Серағаң, Шәкең, болмаса Қаллекейлер жоқ қазір. Майдаланып кетті актерлар. Ондай тұлғалар жоқ. Өңшең бір Шантарапа деген жөнді жөнсіз ғайбаттаулар бар. Мен айтар едім, Шәкен аға енді қайт тумайды. Туу да міндет емес. Қаллекей де енді қайт дүниеге келмейді. Келмегені де жөн. Біз актер болғанда Қаллекей мен Шәкенді қайталау үшін келдік па? Онда біздің қай жеріміз өнерпаздық? Онда біз өнерпаздығымыз, біз марионетпіз. Онда біз цирктің клоунымыз, ол басқа өнер. Жаңа қайталау. Ал актерлық, тұлғалық қасиет болғандықтан да сен өз Қаллекейді тап, өзің ішіңдегі Қаллекейді тап, өз ішіңдегі Шәкенді тап. Бүгінгі заманның Шәкені бол. Ол өткен Шәкен болма. Бүгінгі заманның Қаллекейі бол. Бүгінгі заманның талғамына сай, бүгінгі заманның талабына сай, әлгі жаңа формаларға, дүниежүзілік театр өнерінің өткен өлшеміне сай. Ол үшін үлкен білім керек, ол үшін үлкен талғам керек. Және өнерді шексіз, есепсіз сүю керек. Ессіз сүю керек. Шахматтың тақтасы, корольдері тоқтамайтын мат болмай. Адамзаттан арылған жоқ сор әлі, мойынымда әлемнің бар обалы. Бақыт деген атақ мәнсәп болса егер, бақытсыз ақ күн кешуге болады. Бақыт деген атақ мәнсәп